Ассалаумағалейкум, армысыздар СТВ Channel әмбебаптық YouTube арнасының және Саке каналының тұрақты көрермендері. Біз әдеттегіше өз видеомыздың келесі шығарылымында да келіп жеттік. Біздің арнамыздың подписчиктері, яғни тіркелушілерінің сұрауы бойынша Түркістан қаласында желтоқсанның соңғы айларында жылдың соңында осы азық-түлік көтерме бағасы қанша болып тұр деген ұсыныстарды бізге жолдаған болатын. Біз қазір сол подписчиктердің ұсынысы бойынша Түркістан қаласындағы Алтын бұлақ көтерме сауда орталығына кіріп, көкөністердің, яғни күнделікті тұрмыстық қолданылатын заттардың аз да болса, қысқаша болса да бағасына сіздер үшін шолу жасағымыз келіп отыр. Біздің арнадан ешқашан алыстамаңыздар. Сіздерге айтайын дегеніміз, алдағы уақытта 2021 жылы қандай видеолар сіздер көргілеріңіз келеді, біздің комментарийдің астына жазып қалдырсаңыздар, біз сіздер үшін және өзіміздің жан рахаты үшін қызмет жасайтын боламыз. Біздің арнадан ешқашан алыстамаңыздар, және тіркелмегендер болса тіркеліп кетулеріңізді сұранамын. Қыса ауасында желтоқсан айында міне қауындар сатылып жатыр, қарбыздар бар екен қыса ауасында. Қарбыз қанша отыр килограмм? Килограммы 60 теңгеден. Мынау кемпір қауын ше, кемпір қауын. 100 теңге. Кемпір қауын килограмм 100 теңгеден ғой, асқабақ? 70 теңге. Килограммы 70 теңгеден екен асқабақ. Жақсы, рахмет. Банкілер 600 банкілер. Картошканың бағасы қанша отыр? Российский ғой, Картошканың бағасы 125 теңге дейді, көтерме бағасы. Российский картошка екен, қара картошка. Қабы қаншадан пияз, қабы? Қабы 1800, қанша кило болды ішінде? 35 кило олар. 35 кило, Килосы қаншадан түсіп отыр? 55-тен. Килосы 55 теңгеден түсіп отыр екен. Қабы 1800 теңгеден. Сәбіз бар екен. Бағасы қанша отыр сәбіз? Қабы. Жуылған 2000-нан. Жуылғаны 2000-нан. Қанша кило шығады бір қапса? 30-31 келі. Қаншадан түсіп отыр килограмм? Килограммы 30 кило шықса 65-тен түседі ма, 63-тен ма? Килосы 63-65-тен түседі екен. 10 кема. Ташкентский сәбіздер екен. Қабы қанша отыр ташкентский сәбіз? 90 килограммы. Килограмм 90-нан түсіп отыр, көтерме бағада. Атын алайық таразға. Оптовый сондай бол. Көтерме бағада килограмм 90-нан түсіп отыр екен. Біздің килограммы көтерме баға емес, килограммдап сатылатын бағасын қазір көретін боламыз. Мына сәбіз қанша отыр? Килосы? Ташкентский, қанша? 100 теңгеден. 100 теңгеден екен. Мынау? Павлодарский қанша? 130-дан 150-ден екен. Қызылша? Қызылша 150 теңгеден екен. Картоп қанша отыр картоп? Картошка 130 теңге, 150 теңге. 130-дан 150-ден екен, сортына қарай килограммдары. Жуа қанша отыр? Жуа 65-тен 80-ден. 65 теңге, 80 теңгеден дейді килограммы. Ол да сортына қарай. Қызылша? Сұрат. 150 теңге килограмм қызылша. Мынау орам жапырақ ше? Шуы ғой. Жоқ, орам жапырақ астында. 100 теңге. 100 теңгеден ба килограммы? Килограммы 100 теңгеден. Чеснок қанша отыр чеснок? 1300. 1300. Басқасын түркілі өсі. Килограммы 1300 теңге. Жұмыртқа. Латоғы қаншадан? Латоғы 1200. Ішінде қанша штук болады? 30 штук. Штугы 40 теңгеден, Штугы 40 теңгеден. Пісте майдың бағасын білеміз, көтерме бағада. Заводта қанша болды заводта? 3200 5 литрлік қоя.
Мына золотая семечка дегенше 1700 теңгеге. 1700 5 литр. 4 литр ма 5 литрлік па? 3 литрлік. Мына Богатовский золото дегенше 2600 теңге бағасы, көтерме бағадағы. Оның бағаларына да келіп жеттік. Оның 25 килолық және 50 килолық ұндар бар екен. Қазір көтерме бағадағы ұнның бағасын сұрайтын боламыз. Тянь-шань ұны қанша отыр 50 килолық? 7600. Пионер 7600-дан қоя. Ең арзаны қанша отыр 50 килолық ұнның? Жақсы деген бар 7200-ден. 7200 жақсы деген ұн бар екен. 25 килолықтар қанша отыр? 3800-ден. 3800. Барлығы бірдей қоя бағалар. 4000-нан бар. 4000-нан қайсысы? Пионер 4000. Пионер 4000 теңгеден. Қант, құмшекер, күріштердің де қатарына келіп жеттік. Тұздың бағасы қанша отыр? 5 килограмм. 200 теңге. 200 теңге екен 5 килограммдық. Мынау қант. 1600 теңге. Қант 1600 теңге екен. Мына құмшекер 1500 теңге. 1,5 теңге 5 килограммдыққа. Күріштер бар екен. 1400, 1350. Янтар 1350 ма? 1300 теңге. 1300 теңге. 5 кило алып қоя ма? Иә. Мына нұр деген Ол 1400 теңге. Элитада 1400. 1400, элита 1400. Макарондары бар екен. Есімі Корона. Килограмм қанша отыр? 235. 235 теңгеден дейді. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенде сау саламатта болыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасай беретін боламыз. Алда талай қызықты видеолар бар. Біздің арнадан ешқашан алыстамаңыздар.